Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 53-ші бөлім емен. Емен шамшаттар тұқымдасына жататын жапырақ тастайтын не мәңгі жасыл ағаштар. Емен баяу өседі. 20-80 жылдай өседі. Жарық сүйгіш ағаш. Сәуір-мамырда гүлдеп, қыркүйек-қазан айларында жеміс береді. Тұқымы жаңғақ. Жаңғағынан мал азығы және кофе қоспасы дайындалады. Емен қабығының құрамы елік зат танинге бай. Олар медицинада, тері өнеркәсібінде қолданылады. Діні қатты әрі берік, аса бағалы құрылыс материалы ретінде өнеркәсіпте пайдаланылады. Мысалы, кеме, вагон, жиһаз жасау сияқты өнеркәсіп түрлерінде. Еменнің дәрілік қасиеті ертеден белгілі болған. Дәрі жасау үшін еменнің жас тамырының қабығын сындырып алып кептіріп, ұнтақтап, сол ұнтақтың 100 грамын жарты литр спиртке салып, 1 ай тұрғызып сүзеді. Бұны әйелдердің жатыры қабынып, одан қан кеткенде күніне 1 шай қасықтан 3 рет 2 ай бойы ішкізеді. Пародонтозбен ауырған адам емен ағашының 100 грамм ұнтағын жарты литр суға салып, 15-20 минут қайнатып, ыстықтай қашан тәуір болғанша шайса өте жақсы көмектеседі. Жемісін күзде қыркүйек айында теріп алып кептіреді. Соның данасын жарты литр суға салып, 10-15 минут суға қайнатып, 2 күн тұрғызып сүзеді. Үстіне 100 грамм алма сірке суын қосып, араластырып шайқайды. Дәрі даяр. Мұны жатырдан қан аққанда, жатырға суық тиіп қамырғанда, күніне 30 граммнан 3 рет 2 ай ішіп, 10 күн демалып, қашан тәуір болғанша қайталап пайдаланылады. Егер осы видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.